Жүктілік кезінде элевит сияқты поливитаминдерді қабылдауға болады ма? Поливитамин дегеніміз ол бірнеше дәруменнің жиынтығы. Мысалы, осы элевит поливитаминнің мысалында алатын болсақ, бұның құрамында 12 дәрумен, 7 минерал мен микроэлементтер бар екен. Және де әрбір дәруменге көңіл бөлетін болсақ, мысалы, осы элевиттің құрамында Д дәрумені 500 халықаралық бірлікте берілген. Енді мысалға сіздің жүктілік кезіңізде осы Д дәруменінің жетіспеушілігі болатын болса, сіз осы элевитті қабылдау арқылы 500 халықаралық бірлікпен өзіңіздің жетіспеушілігіңізді жаба алмайсыз. Бірақ оның орнына сіз мүмкін сіздің ағзаңызға ешқандай қажеті жоқ дәрумендер мен микроэлементтерді қосымша қабылдап жүрген болуыңыз мүмкін. Сондықтан жүктілік кезінде поливитаминдердің орнына нақты сіздің ағзаңызға қажетті дәруменді керекті дозировкада қабылдауға кеңес беріледі. Ал егерде жүктілік туралы, жеңіл босану туралы көбірек ақпарат алғыңыз келсе, мен сізді бұйырса осы 26 қаңтар күні парақшамда өтетін Астана уақытымен 19:30-да өтетін тікелей эфирмен шақырамын. Тікелей эфирге тіркелу туралы жалпы толық ақпаратты осы видеоның астынан алсаңыз болады.